Сүріндім деп жасыма. Қайрат Нұртастың жазбасы елді ойландырып қойды. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы желіде жаңа видео жариялап, жазбасымен елді ойландырып қойды. Оқырмандар өнер иесінің отбасылық өмірін қызу талқыға салды. Қайрат Нұртас Instagram парақшасында табиғи аясында серуендеп жүрген видеосын жариялап, ел назарын өзіне аударды. Өнер иесі бейнежазбаның астына жазба қалдырды. Сүріндім деп жасыма. Мықтымын деп тасыма деп жазды әнші. Желі қолданушылары өнер иесінің жазбасын бірден қызу талқылап, оның отбасын сөз етті. Тым жақсы баланың миын ашытып қойды. Қайта әйелі берекесін кіргізіп, бір жағында жүрсе ғой, сүріндім деп жасыма, мықтымын деп тасыма. Одан да сен барсаңшы, отбасының қасына, келіншегі екеуіне не болды? Екі бөлік жүреді үнемі, басқа әншілер сияқты отбасының қасында, неге бірге жүрмейсің? Қайрат қиял әлемінде жүр деп жазуда көпшілік.